Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мультфильм құру. Оқу мақсатын пайдалана отырып, бүгінгі сабақ мақсатымызды анықтап алайық. Ендеше, бүгінгі сабақ мақсатымыз Scratch ойын программалау ортасында пернетақта арқылы кейіпкерлерді басқарып, Астана, Алматы бала кейіпкерлері арасындағы мәтіндік диалогты құрады. Балалар, өткен сабақта дыбыс блогымен жұмыс жасаған болатынбыз. Экранға шығып тұрған дыбыс блогындағы командалардың қызметін сәйкестендіріңдер. Жақсы балалар, дұрыс жауаппен тексерейік. Бүгінгі сабақта Scratch мүмкіндіктерін пайдаланып, қарапайым мультфильм жасауды үйренесіңдер. Сұрақ: мультфильмнің қалай жасалатынын білесіңдер ме? Scratch'та кейіпкерлерді қозғалту командаларын атаңдар. Қандай тақырыпта мультфильм жасағыларың келеді? Жақсы балалар, олай болса мультфильмді қалай жасайтынын бірге үйренейік. Барлық бала сурет салуды, ойын ойнаумен мультфильм көруді ұнатады. Scratch'ті пайдаланып, мультфильм жасауды үйренейік. Мультфильм жасауды бастамас бұрын, оның не туралы екенін жоспарлап алу керек. Туған жерге саяхат мультфильмінің жобасын жасаумен танысайық. Мультфильмнің идеясы: әкесі мен баласы автокөлікпен саяхатқа шығады. Еліміздің астанасы мен ірі қалаларына тоқтайды. Әкесі әр қаланың бір ерекшелігін атап, баласына таныстырады. Мультфильмге қажетті фон мен спрайттар. Фон: жол бейнелеген қазақтың даласы. Спрайттар: әке мен бала, Астана және Алматы қалалары. Экранға мультфильмге қажетті фон мен спрайттар және Астана, Алматы бала спрайтының скриптілері. Балалар, осы жобаның нәтижесін алдын ала экраннан көрсек. Бүгін біз туған жерге саяхат мультфильмінің жобасын жасаймыз. Біздің жобамызға қажетті кейіпкерлер: Астана қаласы, Алматы қаласы, көлік мінген әкесі мен баласы. Кейіпкерлердің өлшемі үлкен болғандықтан, яғни біз осы кейіпкерлердің өлшемін қажетінше кішірейтіп аламыз. Фонымыздың да өлшемін экранымызға сай қылып, өлшеп, кесіп, немесе үлкейтуімізге де болады. Мына тұста көргендегідей, біздің көлік мінген кейіпкерлеріміз, яғни теріс тұр, оң жағына қарай направлениесін өзгертіп аламыз. Бағытын яғни. Бұл жерде біз енді кейіпкерлерімізге скриптісін енгіземіз. Басқару блогындағы пернесін басқанда блогын жалғап, бұндағы мақсат перне тақта арқылы спрайтты басқару. Оған 10 қадам жылжу қозғалыс блогындағы қойып, оған енді егер онда әйтпесе тармақталы блогын жалғаймыз. Егер біздің баламыз Астана қаласына тисе, яғни ол Астана қаласы деп айту керек. Одан кейін 10 қадам жылжиды. 10 қадам жылжығаннан кейін Алматы қаласына, яғни Алматы спрайтына тиеді. Одан 2 секунд бойы күтіп, ол Алматы қаласы деп айту керек. Одан кейін 10 қадам жылжып кетеді. Ендігі кезде Алматы, Астана қалаларының скриптісін құрамыз. Оқиғалар блогында пернені басқанда командасын қойып, егер онда блогын жалғап, оның ішіне, яғни біздің Астана спрайтымыз бала спрайтына тигенде дыбыс шығарып 2 секунд бойы күтеді. Одан кейін Астана еліміздің бас қаласын айтады 2 секунд бойы, және біздің спрайтымыз жасырынып қалады. Бұл әрекеттің барлығы Алматы спрайтында да қайталанады. Біздегі дайын текстардың барлығы WordPad мәтіндік редакторында сақтаулы, жазып қоямыз алдын ала. Дайын мәтінді уақытты үнемдеу үшін копирование және вставить, көшіріп және қою командаларын қолдану арқылы қажетті жерге қоя аламыз. Алматы
Астана спрайтына қойылған скриптінің барлығы қойылады. Тек бұндағы мәтінге ғана өзгеріс болады. Үш кейіпкеріміздің де скриптісі дайын болған жобамызды көрсек. Компьютермен жұмыс. Балалар, көрген бейне жазбамыз жасайын деп отырған практикалық тапсырмамыздың нәтижесі. Біз осы бейне жазбадан нені байқадық? Әке мен баланың отанға деген сүйіспеншілігін, өзара сыйластығын байқауға болады. Сонымен қатар, кез келген пернетақтаның батырмасы арқылы спрайттарды басқаруды, кейіпкерлер арасындағы диалог құруды көруге болады. Экранда осы жобаның жасалу жолының алгоритмі көрсетілген. Олай болса, жобамызды бастайық. Scratch программалау ортасындағы жұмысымызды аяқтасақ, енді осы жобаны басқа нұсқадағы жасалуын тамашалайық. Екі жобаның айырмашылығын ажырата отырып, келесі тапсырмаға көшейік. Балам қазақ жері байтақ бірліктің мекені. Бұл Алматы, балам. Алматы, еліміздің ең ірі қаласы. Ал бұл Астана, еліміздің бас қаласы. Туған жер керемет екен. Иә, балам, әр қала біздің мақтанышымыз. Бірінші тапсырма. Туған жерге саяхат мультфильмі жобасының скриптісіне талдау жасаңдар. Саяхатқа тағы бір қала, Қарағанды қаласын қосу үшін жобаға қандай өзгеріс жасау керек? Екінші тапсырма. Төмендегі командалар қай командалық блокқа жатады? Мультфильм жасауда бұл блоктардың қызметі қандай? Осы блоктарды пайдаланып, қандай жоба ұсынар едің? Ауызша сипатта. Балалар, тапсырмаларды орындап болсақ, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жақсы. Ендеше экранға назар аударайық. Шығармашылық тапсырма берілген. Сканерленген QR арқылы шыққан пазлды құрап, сурет мультфильмін ата. Осы жоғарыдағы мультфильмдерді үлгі етіп, Scratch'те өз мультфильмінің жобасын ұсын. Цифрлық сауаттылық жұмыс дәптеріндегі 30-шы беттегі екінші тапсырманы сәйкестендір. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді бағалап жіберіңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.